Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Индира. Бүгін біз Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы бұл торттың айтарлықтай қиын емес, ең бастысы кейбір ережелерді қадағалап отырсаңыз барлығы да шығады. Ең алдымен өте суық майды осылай ұнның үстіне күштен өткіземіз. Және де ақырындап осылай араластырамыз. Бізге ешқандай ұсақ крошка жасаудың қажеті жоқ, тек қана үккіштен өткен майды ұнға араластырамыз. Енді өте суық мұздай суға бір ас қасық сірке суын қосып, және де кішкене тұз қосамыз. Бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массаны ұнға қосып қамыр илейміз. Қамырды қолмен илемеймін, себебі қолдың жылуынан біздің майымыз еріп кетуі мүмкін. Сол себептен қамырымыз қатты қытырлақ болмайды. Мен осындай спатуланың көмегімен қамырды бір домалақ шарға жинаймын. Қарасаңыздар, арасында қамырымыз қатпарлы болғаны көрінеді. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығады. Енді оны пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 40 минутқа қойып қоямыз. Қырық минут өткен сәтте қамырды жазық жерге жайып, шамалы ұн сеуіп, 10 бөлікке бөлеміз. Және де бір-бірден алып отырып, қалғанын бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа алып қоямыз. Күлшені өте жұқа етіп жаямыз. Егерде 20 диаметрлік торт жасайтын болсаңыз, оны міндетті түрде 23 немесе 24 диаметр етіп кесеміз. Себебі ол тартылады, және де шанышқымен осылай тесіктер жасаймыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста шамамен 10 минуттай пісіреміз. Күлшелер дайын. Бізде осындай қатпарлы, қамырлы күлшелер дайын болады. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін маған сүт, қант, кукурузды крахмал, 2 жұмыртқа және де май қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай ағарған сәтте оған кукурузды крахмалды қосып, тағда араластырамыз. Осындай біркелкі масса болады. Енді сүтті біз отқа қойып, ысытамыз, қайнатпаймыз. Жай ғана ысыған сәтте шамалы бір бөлігін жұмыртқа массасына қосып араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып, кейін оны сүтке құямыз. Және де орта отта осылай араластыра отырып қоюлатамыз. Біздің крем дайын болды. Отты сөндіріп, шамалы суытамыз. Шамалы суығаннан кейін оған сары майды қосып араластырамыз. Тортты жинамас бұрын бізге бұл кремді толығымен суыту қажет. Подложкаға шамалы крем жағып, күлшені қойып, үстіне шамамен 1,5 қасық крем жағамыз. Әр қайсысына біркелкі етіп жағып, тортымызды жинап шығамыз. Ең соңғы корж және де қалған кремді торттың жанына да жағып шығамыз. Күлшеден қалған қалдық қамырды осылай үгітіп аламыз, және де торттың бетіне, жанына толығымен жауып шығамыз. Біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде тоңазытқышқа шамамен 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Егер де рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, кез келген комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен болғандарыңызға рахмет, кездескенше.